Сәлем балақай, менің аты жөнім Динара Болат. Мен саяхатшы әрі психолог маманмын. Сіздерге қазір ертегінің жалғасын оқып берейін. Арио 7 қат көкке көтерілді. Сәлем шаттана айғай салды. Биікте ақ бұлттардың арасында ұшақ кетіп барады екен. Жолаушылар иллюминаторға телміріп, бұларға таңдана қарап қалыпты. Жақын арада адамдар біраз уақытқа саяхат дегенді тоқтатуға мәжбүр болады, деді Сәлем. Дүние жүзінде шекаралар жабылып жатыр. Бәріміз өзіміз тұратын елде, өзіміз жақсы көретін адамдардың қасында қалғанымыз жөн. Көп нәрсе өзгеріп кетті, деді ақырын Сары. Кейде содан шошимын. Өзгерістер адамды шошытып, шарасыз күйге түсіреді, Сары, деді Арио. Мен үрейленіп тұрғанда алдымен баяу тыныс аламын да, содан кейін деміммен жалын шығарамын. Арио аузынан орасан зор от шар шығарды. Ал сендер қорыққан кездерінде қалай тыныштанасыңдар, деп сұрады Арио балалардан. Мен жанында болғанда жаным жай табатын жақындарымды ойлаймын, деді Сары. Мен қасында болғанда өзімді қорғаны бардай сезінетін адамдарды, мысалы атам мен әжемді ойлаймын, деді Сәлем. Өздерін сағынып жүрмін. Қазір оларды құшақтай алмаймын, өйткені коронавирус жұқтырып қоюы мүмкін. Әдетте біз оларға әр демалыс барып тұрамыз. Бірақ қазір баруға болмайды, біз оларды қорғауымыз керек қой. Сен оларға қоңырау шаласың ба, деп сұрады Сары. Әрине, деп саңқ ете қалды Сәлем. Олар маған күнде қоңырау соғады. Мен оларға үйде не болып жатқанын айтып беремін. Содан кейін олардың да, менің де көңіліміз көтеріліп қалады. Дәл қазір көрісуге болмайтын адамдарды сағыну әбден қалыпты нәрсе, деп қостады Арио. Осындайда олар бізге қаншалықты қымбат екенін түсінеміз. Ал өзге батырлармен таныссаңдар, көңілдерің көтеріле ме? Әрине көтеріледі, деп Сары мен Сәлем жарыса қостап. Керемет, менің құрбым Сашының аса айрықша супер күші бар, деді Арио. Алға!